Объемы 5/5, 122 мың километр жүрілген. Бұны походу қыз айдаған, өйткені есіктерінде де, рулінде де, кілттерінде барлығында стразамен біргеше. И салонда қызыл подсветканы қойып қойған. Бұлар под ключ, но под ключ емес, Алматыға дейінгі бағасы логистикасымен бірге 18 миллион теңге шығып тұр. Тағы да көрсетіп өтейін, мінекей. AMG деген подсветкасымен Elantra 24 қанша болады дейді. Elantra емес, Кореяда Avante болады. Avante 24-тердің бағасы плюс-минус 12 миллион болып қалады. Память сидений. Аудиосистема, бұларда уже премиальный аудиосистема бурмистр болады. Мінекей стразамен, көріп тұрғандарыңыздай. Міне рульде де страза. Және ары бітте де страза. Кілттерде. Бірақ ол 55-ше, 63-ше деген ол моторында ғана разница, кузовында ешқандай разница болмайды ғой оның ше. Негізі бар ғой, любой Mercedes, любой машинаның маркасы бар Кореяда ше. Мінекей. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар? Мінекей тоже стразамен. Кілтеді әдемі ғой, қарақтардың ше. Осы екінші жақтан ашыла береді. Это же бадвадамын ғой, жігіттер. Айдос, міне бадвадамын. Мінекей, пробегі небары 122 мың ғана километр жүрілген. Мінекей, салон жағып көрсетейін сіздерге. Артқы салоны, артқы управлениялары, барлығы, подсветкаларымен 222 Mercedes. Кожаның состояние сөз деген қандай, AMG деген, Тошил деген. Мына жерде де өзі AMG-дің знагы бар. Көрдіңіздер ма? Диск салатын ғой мынау. Дисководы. И сағаты мінекей. Бағасы 18 миллион, Алматыға дейінгі бағасы, объемы 5/5. Объемы 5/5 миллион. Объемы 5/5, Алматыға дейінгі бағасы 18 миллион теңгеге шапты. Алматыға дейінгі бағасы 18 миллион. Қытайдаған мінекей AMG E63, қазір артында көрсетейін. 2016 жылға. Қазір міне қызықтың бәрі артында болады ғой, негізі артын көрсетейін. Мінекей тоже AMG подсветкалармен. Мінекей тоже подогрев, обдув, память сидений, плавающее сиденье, аудиосистема бурмистр. Мынада подстаканниктері. Сосын дополнительно шығаратын ғой, подголовник қой. Мінекей заттар салып қоятын. Мінекей щиток прибора бізде электронный. Мына жерде машинаның өзін көрсетіп тұр. Төбесінде панорамный крышасы орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай, үлкен панорамный крышасы бар төбесінде. Мына жердегі подсветкалар әдемі көрінеді екен әнші. Артындағы подсветкалар. Жылы 2016 жылға. Міне. Еще присоскасының бар ғой бұның өшен, мінекей қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Присоскасымен. AMG Support. Сосын дискілерінде андай охлаждениесімен бірге. Серіға қара салон болып. Серый қара қылып, әдемі болып, бәрін комбинировать етіп грамотно істеген екен машинаның ше. Спойлерларында бәрін жазулары. Ерекше көрініп тұрады екен.